Ата, дайынсыз ба? Сен мені тағы қайда апарасың? Мынаның машинисі қайда? Ой, ата, қазір бұлардың машинистері басқа. Мұндай поездарда жүргізушілер жоқ, бірақ оларды бәрібір адамдар басқарып отырады. Ендеше машинисі бар десеш? Оларды қазір ата оператор дейді. Қызым-ау, сендерге қарап біздің ең басты байлығымыз, ұрпағымыз осы адамдар екенін түсіндім. Міне, осындай жастар біздің болашағымыз. Біздер жасарымызды жасадық, асарымызды асадық. Енді сендер дұрыс таңдау жасап, өз жолдарыңды салыңдар. Ой, ата, уайымдамаңыз. Біз одан да мықты болып дамый түсеміз.